Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік, құрметті канал көрермендері. Міне, машалла деп қойыңыздар, Аллах берекесін берсін деңіздер, түкіріп қойыңыздар, тіл көзден сақтасын деп. Міне осындай кереметті ешкілер келді Қазақстанға. Міне мынандай шыбыштар бар. Барлығы міне Аллаға шүкір адаптациясын жақсылап жасадық. Барлық витаминдерін бәрін салып, қазір енді дем алып жатыр. Барлығы қарындары тоқ, Аллаға шүкір. Міне мынандай ақ альпилар бар. Міне көрсеңіздер, девичий молокомен барлығы. Міне ақ альпилар өте сүйкімді, ірі. Міне көрсеңіздер. Міне ақ альпилар бар осындай, өте керемет. Міне қарасаңыздар. Міне денелері өте ірі. Міне ақ альпийскилар 5 бас. Барлығы девичий молокомен. Тоқ бәрі жатыр. Күйіс қайреп. Мына жерден мынандай пиакок десеңіздер, пиакоктер бар. Мынандай черный бриллианттар бар. Мына черный бриллианттар да өте керемет, міне әдемі. Көрсеңіздер, мына мынандай пиакоктер бар. В основном көпшілігі менде жәндегі бірінші туманы төлдеген, және де бірінші туманы енді төлдейтіндер. Міне мынандай шыбыштар бар. Мынау шыбыштар әлі. Барлығы дерлік құжатымен, тек бір 4-5-інде ғана құжат жоқ. Барлығы жатырмын демалып. Көрсеңіздер, әдемі мына. Мынау да міне черный бриллиант. Черный бриллиант. Бұл да міне өзінің құлағымен жатыр. Сангу ол өзінің құлағымен жатыр. Ұрғашы, нубийский. Ол да жатыр әні. Қарындары тоқ бәрінің. Бұл жерде барлығын текеге қосып қойдым. Егер де тоқтаған болса, 100% гарантия жоқ қой, енді мал болғаннан кейін. Тоқтаған болса, Алла нәсіп қылса, осы август-сентябрь айларына төлдеу керек. Міне көрсеңіздер, мына жақта да бар, міне пиакок бар, классика бар, девичий молоколарымен. Міне мынандай сангулар бар. Өте жақсы барлықтары. Мына көпшілік менен сұрайды. Жәндегі қазір қанша литр береді деп. Мендегілер төлдеген кездерінде бірінші тумалардың өздері, мынандай бірінші тумалардың өздері 3 литр мен 5 литрдің арасында сүт беріп жатыр. Төлдегендері осы жаққа кеп. Ал енді ол Россиядан төлдеп келгендер, мысалы үшін олар Россиядан төлдеп келді ғой. Бұлар қазір 2-3 литрдің арасында беріп жатыр. Неге десеңіздер, бұл ешкі малы болсын, сиыр малы болсын, сауын малдар жәндегі көршінің қорасынан әкеп қораңызға қамасаңызда сүт тастайды. Сол себепті бұл енді қалыпты құбылыс. Жәндегі сүт тастағандары енді Алла нәсіп қылса келесі төлдегендерінде уже жақсы сүт аласыздар. Мыналардың бәрі міне девичий молокомен. Мынау да әлі төлдемеген ешкілер бірде-бір рет құжаттарымен черный бриллианттар. Бірақ девичий молоко шығып тұр. Мынау да мысалы үшін барлығы бірінші тума. Мынау да бірінші тума. Мынау әлі шыбыш, мынау әлі туша дейміз ба? Міне көрдіңіз сасоктарын. Қандай әдемі. 8-9 айлық шыбыш міне мынау да. Мынау да сондай сасоктары. Мынау қазір мына ешкі бұл 3-ші жыл тоқтаусыз сауылып жатыр. Ондай көрсеткіш деген ол өте керемет көрсеткіш. Жәндегі екінші тумадан кейін вообще текеге қойылмай, одан кейін 3-ші жыл қатарынан сауылып тұр. Міне бұл қазір енді мен текеге қосқаным оған 1 айдай болып қалды. Міне осындай ешкілер Россиядан келіп тұр. Американский линиялар. Мынау занин, таза чистопородный занин, 9 литрлік. Міне бұл жерде ешкілердің барлығы үшін бірінші тумамен бастап есептегенде 3 литр мен 9 литрдің арасындағы ешкілер. Бұл жерде бұл ешкілердің құндылықтары период лактация дейміз, яғни сауын уақытының ұзақтығымен кез келген жәндегі басымдыққа ие болады. Себебі жаңа айтып отырмын ғой, 3-ші жыл подряд сауылып тұр ана ешкі деп. Сол қоралардан келген. Тұр. Ал енді ондай көрсеткішті мынау ешкілер бере алмайды. Мына көрсеңіздер, барлығы керемет. Барлығы керемет ешкілер, Аллаға шүкір. Міне алам деген адам болса, егер де оптым бағада болса, керемет келісім болады. Барлығын бір ценамен жіберуге болады. Ал егер де жекелеп алам десеңіздер, бағасын айта кетейін.
В общем 280 мыңнан басталады. Яғни мынау 280 мыңнан басталады. Содан ары қарата 700 мыңға дейінгі ешкілер бар бұл жерде. Жаңа айтып жатырмын ғой. Литраждар 3 литр мен неге дейін 9 литрге дейінгі сондай ешкілер. Енді баға жөнінде ешқандай да не нағылудың қажеттілігі жоқ, себебі бұлар асыл тұқымды ешкілер. Мынау бір сиырдың жегенін 9 ешкі жейді, білесіздер. Сол сияқты, ал енді бұлардың литраж көрсеткіштерімен, солармен қарасаңыздар, бұлардың енді ананың сүтін алмастыратын наушыны дәлелденген тек осы асыл тұқымды ешкінің сүті ғана ғой. Өздеріңіз білетіндей. Сол себепті бұл асыл тұқымды ешкілер арзан бағада келіп атқан жоқ. Жолының өзіне мал басына лақ болсын, ешкі болсын, 100 мың мен 120 мың арасында төлейміз. Мысалы үшін мынау міне. Мынау да жәндегі чистопородный альпийский, тоже американский линия, өте ірі көріп тұрсаңыз. Сол жолының өзіне біз мысалы үшін 100 мың мен 120 мың арасында төлейміз. Одан не деген оған жәндегі төленетін шығындары бар, границасы бар дегендей. Оларды әкеліп мен адаптациялық жұмыстарым бар. Бұлар мысалы үшін келген кезде өте жәндегі азыңғы болып, жағдайлар күйе түсіп кетіп, сөйтіп келеді. Себебі 2 апта жол жүреді, климат өзгерді, рацион жем-шөптері өзгерді. Содан да көптеген жәндегі стресске түседі. Солардың барлығын мысалы үшін шығын қылып алмайын деп, осындай күйге жеткізем дегенше бір шама расход кетеді, яғни шығын кетеді. Сол себепті бағалары да осындай. Енді бұлар асыл тұқымды ешкілер. Сол тағы да айта кетейін, 280 мың мен 700 мың теңге арасында ешкілер бар. Егер де жаңағы барлығын оптым аламын, болмаса жәндегі 10 бас аламын, болмаса 20 бас аламын деген кісілер болатын болса, ол кезде уже келісуге болады. Бір тұрақты ценамен, тұрақты бағамен келісуге болады. Бір-бірімізді қазақты қазақ қолдамаса ешкім қолдамайды. Сол үшін болмайтын нәрселер жазбай, әйтеуір жақсы сөз жазған, жақсы сөз жарымырс дейді. Біреуге тілеген жақсылығың өзіңе 10 есе қайтады. Біреуге жақсы ниет айтсаңыз, өзіңізге де сол 10 есе қайтады. Жаман ниет айтсаңыз да 10 есе қайтады. Сол үшін тек қана жақсы жақтан болайық. Біріңді қазақ, біріңді дос, қолдамаса істің бәрі бос деймі, қалай дейді? Жатысып та қалдық қой. Сол сияқты бір-бірімізді қолдайық. Қазағым бай болсын дейік. Міне бұлдың өзі үлкен еңбек. Оның пәленбай километрден, тем более шетелден алып келіп отқаннан кейін қолдаңыздар. Қолдаған сайын сіздерге де жұғысты болсын деймін. Алладан әйтеуір сіздерге де бұйыртсын осындай асыл тұқымды ешкілер деймін. Міне көрдіңіздер ме, рахаттанып жатыр. Қазір қарындары тоқ, Аллаға шүкір. Себебі мал баққаннан кейін қарын тоқ бағу керек, жағдайын жасау керек. Оның обалына қалмау керек. Бұл 4 аяқты хайуан болғанымен жаны бар денесінде. Сол себепті жағдайын жасаған адам алу керек. Жасамайтын адам болатын болса, оны босқа обалына қалмау керек. Елақтардың өздері қошақандар жатыр. Мынау да басын неқі жастық қылып апты. Мынау да керемет заненмен мынау жатыр ғой. Бұл да ұрғашлағымен жап-жақсы ешкі бұл да. Жерін формасы да әдемі. Тұр. Мына лағы постоян қасында еміп жүр. Мына лағын ол. Мыналарды да барлығын лақтары қастарында еміп жүр. Сангудың лағы.